Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 24-ші сабақтың С тобына қатысты бір есепті мысал ретінде қарастырамыз. Бұл жерде есептің берілгені мынандай. Егер А деп отырғанымыз x0, y0 нүктесі 7x азайтылған 3y тең минус 1-ге және 14x азайтылған 2y тең 3-тен 2 теңдеулер жүйесінің шешімі болатын болса, мұндағы x0, y0 дегеніміз, онда біз табуымыз қажет 7x0 қосылған 3y0-дің қаншаға тең болатын. Әрине, бұл үшін x пен y-дің шешімдерін тауып алу қажет ең алдымен. Олай болса, берілген теңдеуді стандарт түрге келтіріп алайық. Яғни y тең kx қосылған b деген сызықты теңдеу түріне келтіріп алайық. Ол кезде бірінші 7x азайтылған 3y минус 1 теңдеуін түрлендіріп алайық. Ол жерде минус 3y тең 7x-ті мына жаққа минусқа өткізетін болсақ, минус 7x азайтылған 1 болды. Минус 3-тен мына жаққа бөлу қойып жіберетін болсақ, онда y тең минус 7-ні минус 3-ке бөлетін болсақ, онда 3-тен 7-ні өзі шығады. 3-тен 7x азайтылған минус 1-ді минус 3-ке бөлетін болсақ, онда плюс 3-тен 1 шығады. Ал енді екінші теңдеуді түрлендірейік. Біз бірінші теңдеуді түрлендіріп жазып алдық. Ал енді екінші теңдеуді түрлендіретін болсақ, мына бір теңдеуді, онда минус 2y тең болады. 14x теңдіктің екінші жағына минус болып барады. Минус 14x қосылған 3-тен 2-ге. Ал енді мұндағы минус 2 теңдіктің екінші жағына бөлу болып барады. Сонда y тең болады. Минус 14-ті минус 2-ге бөлетін болсақ, онда 7x қалады мұнда. Минус 2-ні жаққа бөлу қойып жіберетін болсақ, онда минус 3-тен 1 қалады. Өйткені минус 2-ні бөлетін болсақ, минус 6-тан 2 болады. 6-тан 2-ні екеуінде 2-ге қысқартсақ, минус 3-тен 1 шығады. Демек, бастапқы жүйемізді түрлендіріп, біз мына түрде жазып алдық. Бірінші теңдеуімізді түрлендірген кезде мына бір шешім шықты. Яғни, y тең 3-тен 7x қосылған 3-тен 1 деген. Ал екінші теңдеуді түрлендірген кезде, онда мына бір теңдігіміз шықты. Яғни, y тең 7x азайтылған 3-тен 1 түрінде біз бастапқы жүйені түрлендіріп жазып алдық. Енді, теңдеулер жүйесін шешудің қасиеттері бойынша шығарып көрейік. Ол үшін біз y мәндерін бір-біріне теңестірсек жеткілікті болатын. Әрине, мұны графикалық тәсілмен өздеріңіз шығарып көрулеріңізге болады. Ал мен қазір қарапайым, яғни орындарын ауыстыру арқылы шығарамын. Демек, y-тарды бір-біріне теңестіретін болсам, ол кезде 3-тен 7x қосылған 3-тен 1 деп бірінші теңдеудің өзін жазып аламыз. Тең болады. Енді екінші теңдеуге, яғни 7x азайтылған 3-тен 1-ге. Мұндағы x-тардың бәрін бір жаққа жинақтап алайық, y-тарды тағы бір жаққа жинақтаймыз. Демек, ең алдымен минус 3-тен 1-ді мына жаққа плюсқа өткізейік. Мына жақта өзі 3-тен 1 бар. Қосылған мына 3-тен 1-ді өткіземіз. Тең болады. Мұнда 7x қалды. Ал мұндағы 3-тен 7x-ті таңбасын минусқа өткіземіз. 3-тен 1-ге 3-тен 1-ді қосатын болсақ, онда 3-тен 2 шығады. Тең болады. Мұнарды бір-біріне азайту үшін мұнда 3-тен береміз. 3-ті 7-ге көбейтсек 21. 21-ден 7-ні азайтатын болсақ 14. Демек, 3-тен 14x-ға. Мұндағы 3-терді қысқартып жіберуге болады. Сонда 2 тең болады 14x-ға. Мұндағы x деп отырғанымыз тең болады. 14 бөлу болып барады. 14-тен 2-ге. Немесе 2-ге қысқартып жіберетін болсақ, 7-тен 1-ге. Мінекей x-тің мәнін тауып алдық. Ал енді бастапқы кез келген теңдеудің орнына осы мәнді қоятын болсақ, y-тің мәні шығады. Мен мысалы екінші теңдеуге қоямын. Яғни y тең 7 көбейтілген x болып отыр. X-тің орнына 7-тен 1-ді қоямыз. 7-тен 1 азайтылған 3-тен 1-ге. Мінекей орнына x-тің орнына бізде тауып алған сан мәнін қойып жазып алдық. Енді мұнда 7 мен 7 қысқарып кетеді. 1 азайтылған 3-тен 1 қалады. 1-ден 3-тен 1-ді азайтатын болсақ, онда 3-тен 2 шығады. Демек, берілген теңдеулер жүйемізде y-тің мәні 3-тен 2-ге тең, ал x-тің мәні 7-тен 1-ге тең. Бұл x0 және y0 теңдеудің түбірлері деп жазып аламыз. Демек, мұндағы x-тің орнына 7-тен 1-ді, ал y-тің орнына 3-тен 2-ні қойып жазып алайық. Демек,
7x0 қосылған 3y0-ды қайта жазайық. 7 көбейту x-ті орнына 7-тен бірді жазамыз. Қосылған 3 көбейту y-ті орнына 3-тен 2-ні жазайық. Мұнда 7 мен 7 қысқарып кетіп 1 қалады. Қосылған, мұнда 3 пен 3 қысқарып кетіп 2 қалады. 1-ге 2-ні қосатын болсақ, онда 3 шығады. Мінекей бастапқы жүйедегі біз x0, y0 осы жүйенің шешімдері болатын болса, онда 7x қосылған 3y0 теңдеуінің мәнін тауып алдық. Оның сан мәні 3-ке тең болады екен. Осымен С тобына қарастырған мысалымыз аяқталды, ал қалған есептерді осы мысалдың негізінде шығара аласыздар. Сіздер бұл есепті графиктік тәсілмен шығаруларыңызға болады. Сол үшін есепті сызықты функцияның формуласы түріне келтіріп жазып алдық.